қарасам пісіп қалыпты тамақтарым, орамаларым. Мені жейсің ба деп күтіп тұр екен. Күте тұр дедім. Мен қазір мына жарты лавашты да жасап алайын, содан кейін сендер жеймін, оған дейін суып тұрыңдар дедім де. Мына қалған қаймақты біреуіне жақтым. Одан кейін қалғанына майонезді біреуіне жақтым. Қаймақ жетпей қалды. Сонымен мынау да жұғын болып қалмасын түбінде дедім. Екеуінің дәмін көрейін дедім. Бірақ маған ұнағаны, шынымды айтсам, қыздар, қаймақпен өте жаңағы пайдалы, ешқандай артық зияны жоқ, майлы болмайды. Сол себепті қаймақпен жасасаңыздар деп кеңес беремін. Осылай барлығын орап аламыз. Бұл жұқа жеңіл, әдемі оралады, өйткені кішкентай болғандықтан. Сөйтеміз де бұны да екінші табамызға салып, осылай әдемі аккуратно қойып алып, бұны да пісіреміз. 180 градуста 30 минутта пісірдім бұны. Ет жоқ болғандықтан. Мына түрін қарасаңыздар, не деген аппетитный, жеп көргеннен кейін маған рахмет айтасыздар ғой. Жеген сайын жегін келе береді. Енді дәмі деген ауызда ериді. Еті жұмсақ болып, бұда бұлай піспейді ғой. Ас болсын.